Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді, жасалуы оңай Әзербайжан елінің тағамы кутабы дайындаймыз. Ең алдымен бізге ұнымызға тұз саламыз. Оған қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, және де 2 ас қасық сұйық майды құйып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз қолға жабыспайтын, икемге келетін жұмсақ қамыр болып шығады. Бетін жауып 20 минутқа қойып қоямыз. Енді ішіне салатын салмамызды дайындаймыз. Ең алдымен фаршымызды кішкене сұйық май қосып, табада қуырып аламыз. Ұсақталып туралған пиязды қосып, тағы да қуырып аламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш қосамыз. Және де баяу отта бұқтырып қоямыз. Енді дайын болған қамырымызды осындай бөлшектерге бөліп дөңгелетіп аламыз. Менде 12 дана шықты. Қамырымыз қалың болмау керек. Барлық қамырымызды осылай жұқалап жайып шығамыз. Және де ішіне дайын болған салмамызды салып, жан-жағын жақсылап біріктіріп шығамыз. Вилкамен біріктірсеңіздер де болады, немесе мен сияқты осылай қолмен біріктіріп, шетін кішкене кесіп алып тастасаңыздар да болады. Ішіне салатын салмамыз барлығы қуырылған, піскен, осындай дайын болу керек. Себебі бұл тез дайын болатын тағам болғандықтан, іші егерде шикі піспеген салатын болсаңыздар, ол дайын болмай піспей қалуы мүмкін. Сол үшін барлығын алдын ала дайындап, қуырып пісіріп аламыз. Екінші салмамызға үккіштен өткізілген ірімшікті қостым. Дәмі өте керемет болып шықты, балаларға ұнады. Ішіне кез келген салманы салуға болады, бірақ барлығы піскен болу керек. Барлық кутабыды дайындап алдым. Енді құрғақ табада, баяу отта 2 жағы қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Және де піскен кутабыды 2 жағынан сарымай жағып аламыз. Ауызашарға, кешкі асқа осы кутабыды дайындауға кеңес беремін. Себебі дәмі ерекше дәмді болып шықты, және де ішіндегі салмаларын өз қалауыңызша ауыстырып дайындауға болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк қойып, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Алда әлі көптеген дәмді тағамдардың түрлерімен бөлісетін боламын. Ас болсын.